Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз жобаға идея. Алдымен еске түсірейік. Жоба деген не? Бүгін үйренетініміз идея ұғымы, блокнот қосымшасымен танысу. Балалар, сендер жыл бойы жобалық жұмыстар жасап келесіңдер. Жобаның қандай да бір идеясы болады. Идея адамның түпкілікті ойы, ол орындалуы қажет нәрсені білдіреді. Идея сөзі грек тілінен аударғанда түсінік, бейне деген мағынаны білдіреді. Жобаның идеясын, мақсатын, нәтижелерін және пайдаланған ақпарат көздерін оны қорғау кезінде көрсету керек. Бұны қарапайым блокнот қосымшасында теруге болады. Блокнот қосымшасының элементтері суретте көрсетілген. Ол тақырып жолағынан, мәзір жолағынан, жұмыс аймағынан және қалып күй жолағынан тұрады. Сонымен балалар, есімізге сақтайық. Блокнот өте қарапайым мәтіндік редактор. Блокнот қосымшасы мәтінді құруға, өңдеуге, сақтауға және қағазға басып шығаруға арналған. Назар аударайық. Блокнот қосымшасында қаріптің түрін өзгерту үшін формат, қаріп командаларын орындау керек. Енді балалар, дәптерімізді ашып тапсырмалар орындаймыз. Сөйлемді толықтырып жаз. Ойланып орында. Анықтамасын жаз. Сөзді тап. Кестедегі жол мен бағаның қиылысындағы әріптерді пайдаланып, сөздер құрастыр. Оларды жаз. Орында. Артығын тап ойыны. Артық тұрған суреттің үстінен бас. Келесі тапсырма анықта. Идея не үшін керек? Блокнот деген не? Блокнот терезесінің қандай элементтері бар? Компьютермен жұмыс. Берілген тапсырманы орында. Қарапайым мәтіндік редактор блокнотты іске қос. Ол үшін бас мәзір, стандартты блокнот командасын орында. Енді өзің туралы қысқаша ақпарат жаз. Есімің, жасың, мекен жайың. Келесі тапсырма. Қоршаған орта туралы ойыңды 3-4 сөйлеммен блокнот қосымшасында тер. Орында. Идея деген түсінікке қатысты сөздерді тауып, сызықпен қос. Идея сөзіне. Бұны бастамас бұрын оны жоспарлау керек. Бұл әрекеттер. Грек тілінен аударғанда иллюзия, кескін дегенді білдіреді. Оның соңғы кезеңі нәтиже. Оны басқалардың алдында қорғайды. Бұл әлі жоқ нәрсе, бұл ой. Осымен балалар, сабағымызды бағдаршам арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.